Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерге ұлттық мақтанышымыз рәміздер туралы көптеген ақпараттар беретін боламын. Назар аударыңдар. Балалар, мынау Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Туымыздың түсі аспан түстес көк. Көк түс бірлік пен ашық аспанды көрсетеді. Туымыздың ортасында сәуле шашқан күн бейнесі орналасқан. Ол тыныштық пен байлық белгісі. Ал күн астында қалықтап ұшқан қыран құс бейнесі орналасқан. Ол еркіндіктің, халқымыздың кеңдігінің белгісі. Туымыздың сабы бекітілген тұсында қазақтың ою-өрнегімен көмкерілген. Бұл қазақ халқының қолөнер шебері болғанын білдіреді. Мемлекеттік туымыздың авторы қазақтың қылқалам шебері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің бірі елтаңба. Елтаңбада көгілдір түстің аясында шаңырақ бейнеленген. Шаңырақтан күн сәулесі тәріздес уықтар таралған. Шаңырақ пен уық отбасы негізі. Отанымыздың көптеген ұлттарының бір шаңырақ астындағы бірлігін көрсетеді. Оң жағы мен сол жағында қанатты қос тұлпар бейнесі бейнеленген. Ал жоғары бөлігінде 5 бұрышты жұлдыз орналасқан. Әрбір адамға жол нұсқайтын жарық жұлдыз немесе шектесіп жатқан 5 мемлекетті білдіреді. Төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу жазылған. Ол мемлекетіміздің атын білдіреді. Осы бір әсем де асқақ елтаңбаның авторлары Шота Уәлиханов және Жандарбек Мәлібеков деген ағаларымыз екен. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің бірі әнұран. Әнұранды салтанатты жағдайларда екі ел басшылары кездескенде үлкен жиындардың ашылуында орындалады. Сонымен бірге өз балабақшамызда күнде таңертең айтылады. Әнұранды орындағанда міндетті түрде орнымыздан тұрып, оң қолымызды жүрегіміздің тұсына қойып орындаймыз. Әнұранның авторлары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Жұмекен Нәжімеденов және Шәмші Қалдаяқов.